Сәлем достар, сіздермен бірге Аскербек. Бүгінгі топта әлемдегі ең бай адамдар. Біздің бестікті бастап ашатын әлемдегі ең жас миллиардер Марк Цукерберг. Марк Цукерберг барлығымыз білетін Facebook атты әлеуметтік желінің негізін қалаушысы және бас директоры. 2010 жылдың есебімен Марктың қол астында 4 миллиард доллар болған. Сондықтан Forbes журналы оны әлемдегі ең жас миллиардер деп санаған. Оның барлық қаржысы 56 миллиард доллар құрайды. Жай студент бола тұра ол тапсырыс ретінде веб-сайтта жасаған. Сол кездері ол достармен бірге Facebook сайтын ойлап тапқан. Төртінші орында Уоррен Баффет. Баффет 1931 жылы туған Америка инвесторларының бірі болып табылады. Әр акциясы шамамен 50 мың доллар тұратын Berkshire Hathaway компаниясының 36%-ын иеленеді. Компания Gillette немесе Coca-Cola сияқты анағұрлым табысты фирмаларға ақшасын салады. Баффет жыл сайын миллиардтаған табыс алады және Америкадағы екінші аса бай адам деп танылған. Бүгінгі таңда Баффет қайырымдылық қорына 20 миллиард доллар жұмсаған. Оның жеке байлығы 58 миллиард долларды құрайды. Үшінші орында Карлос Слим Эллу. Карлос Слим Эллу 77 жастағы мексикандық бизнесмен, инвестор. Forbes журналы бойынша ол 4 жыл қатарына бірінші орында тұрған. Бірақ қазір бір жылдың ішінде 27 миллиард доллардан айырылып қалған соң екінші орынға түсіп қалған. Оның себебі тау кенін табатын компаниясының құлдырауы. Екінші орында испандық кәсіпкер Амансио Ортега. Ортега Inditex компаниясының негізін қалаушы және қазіргі уақыттағы бас директоры. Оның қол астында әлемнің 77 елінде 5000 дүкені бар. Қазіргі оның бүкіл ақшасының саны 64 миллиард долларды құрайды. Ортега өзінің бизнесінің басында үйінде іш киім тігумен бастаған. Ал енді бірінші орында Microsoft компаниясының негізін қалаған Билл Гейтс. Билл Гейтс қазіргі кезде 62 жаста. 2010 жылға дейін Microsoft компаниясының басшылығында болған. 94 жыл мен 2010 жыл аралығында қайырымдылыққа 28 миллиард долларын жұмсаған. Сондай сияқты басқа да инвесторларды барлық қаржысының жартысын қайырымдылық қорына беруді ұсынған. Forbes журналы Билл Гейтстің табысын есептеп қараса, ол минутына 6659 доллар табады. Билл Гейтстің қазіргі байлығы 77 миллиард доллар. Бүгінгі видео ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Аскербек. Ұмытпай лайкты басып каналға тіркел. Достарыңа тарат, комментарийға келесі видеоның тақырыбын жазып кет. Сау болыңыздар.